Армысыздар, Алаштың ардақтылары. Эфирде Тор бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұрдаулет Жеңіс. Еліміз тыныш, жеріміз кең. Әнұранымыз қазақтың жерінде қашанда шырқалады. Оған ет үйреніп кеткен. Бірақ сырт жерде шырқалса, кейде боратқа немесе ескі әнұранға айналып кететін қасиеті бар. Бір қызығы, дұрысы масқарасы, оған да етіміз үйреніп барады. Енді отандық Facebook парақтарын әнұранға қатысты тағы бір жаңалық дүрсілкіндіріп отыр. Қазақтың әнұраны Ресей әнұранымен бірге шырқалуы тиіс екен. Қайда дейсіз бе? Байқоңырда. Картаны алып қарасақ, Байқоңыр Қазақстан аумағында орналасқанын көреміз. Ал әнұран Ресейдікі. Міне қызық. Айбек Қуандықұлы. Жаңа ғана Байқоңырдан бір әріптес хабарласты. Сөзім бөліп, сабақта Қазақстанның әлде Ресейдің әнұранын айтасыздар ма деп сұрадым. Екеуінде деп қалды. Неге дегенде ғана Қазақстандікін деді. Ресейдікін үлкен жерлерде айтамыз дейді. Енді сол жақтан қаржыландырады ғой дейді. Өзіміз қазақ мектебі, тілімізді өзіміз дамытып жатырмыз дейді. Өз елінде. Сәбетқазы Нұрсила. Ақтөбеде SNPS Қытай ұлттық мұнай компаниясы деген компанияда істейтін бір жігіт 2005 жылдары Қытайдың әнұранын айтамыз дегенде сенбей қойып едім. Енді Ресей. Азамат Битан, сұмдық. Facebook ешкімді аямайды. Ащы шындықтың қанжар қылышы сияқты. Осы аптада тағы бір шындықтың көлеңкесі көрінді. Алайда жаңалық емес, жылда айтылатын, жыр болатын мәселе. Бірақ жағдай өзгермейді. Қазақстанның тәуелсіздік күні жаңа жылдың көлеңкесі болып қала береді. Тәуелсіздік жетім бала сияқты. Жаңа жыл нағыз байдың баласы. Тәуелсіздігіміз аталып өтілмей тұрып, шыршалар жағылып жатыр. Біздің құлдықтан айырылған күнімізге арналған тіпті бір плакат жоқ. Естеулет Қожекенов. Тоңдырды мені, тоңдырды сені. Желтоқсан желі, ызғарлы деген өлең жолдарындағыдай, тәуелсіздік алсақ та, желтоқсан ызғары әлі басылмай тұрғандай. Қаншама жыл қатарынан айтулы мерекеде желтоқсан құрбандарын еске алу күні мен тәуелсіздік мерекесі жаңа жылдың жарқыраған жарық шамдарының тасасында қалып келеді. Саналы жұртым, бағалы бұл күн, жігерлен, сілкін егілме, азат күн туып, қазақтың туы қанатын жайды көгінде. Күні кеше алаңға шыққан жастар, жанардан жас шыққанша, кеудеден жан шыққанша ел намысы үшін күресті. Тәуелсіздік тарландарын елеусіз, ескерусіз қалдыру үлкен қателік. Сіз қалай ойлайсыз? Азерке Сандыбек, әрине бұл үлкен мәселе. Қарашада қар жауса бітті, қала көшелері қызылды жасылы ойыншықтар бар, шыршалар қаптап кетеді. Жаңа жыл мерекесі тойламас бұрын біздің аға әпкелеріміз қандай қиындықтарды бастан өткерген бүгінгі жастар ұмытып бара жатқан секілді. Сол шыршаларды безендірмес бұрын қала көшелеріне үлкен тақтайшаларға желтоқсан ызғырығына қатысты қайраткерлердің сөздері, не ұлы сөздер жазып көрсетілсе, бір жағынан тәрбие, білім, бір жағынан ескертіп елеу. Бірақ айтқаннан не пайда? Желтоқсан айы келмей жатып, қала көшелерінде жылтырақтар мен шыршалар безендіріліп қойылды. Ербол Байдақ. 16 желтоқсан күніне орай қала аудан ішіндегі көлік қатынастарын тоқтатып, жұмысты қойып, бір күнді қаза болған құрбандарды еске алу күніне айналдыру керек қой. Раушан Нисабаева. Әлі де нағыз қазақ ағаларымыз барына қуанып отырмын. Мен енді қанатымды кеңге жайып ұшаламын. Себебі қорған болар ағалар бар. Ермұрат Назарұлы. Тәуелсіздік жоқ кезде ұрандаған жастардың қазір көбінің көзі жоқ болса да, солардың сынығы бар. Олар біздер, аға буын, билік не десе, о десін, ертең олардың орнын басатын біздер. Балғынбек Имаш. Бізге не тәуелсіздік мерекесін басқа айға ауыстыру керек, не жаңа жылға 1,5 ай бұрын дайындалуға тыйым салу керек. Нағыз қазақ, қазақ емес. Нағыз қазақ интернет. Қалжың әрине, домбыраны ұмытпадым. Осы аптада қазақтың интернеті латын қарпіне байланысты қотырын тағы да қасыды. Ал осы әріптерге өз нұсқасын ұсынған Арман Байқадам латын әріптерінің бізге пайдасы туралы не ойлайды екен? Жалпы сұрағыңызды мен былай түсінемін, бұл пайдасы емес, бұл біздің таңдауымыз жоқ. Себебі әлем деген өте жылдам өзгеруде. Ғылыми техникалық прогресс деген адам нанғысыз жылдамдықпен өзгеруде. Сондықтан егер біз болашақта дамыған елдер қатарына қосыламыз деген мақсатымыз болса,
дамыған ел дегеніміз ол индустриалды емес, постиндустриалды мемлекет санаттарына ену үшін бізге латынға өту ауадай қажет. Себебі бүкіл жалпы ғылым тілі тек 26 таңба төңірегінде сөйлейді латынның. Біздің қоғамдық салаларымыз, мысалы тіл, мәдениет, осы төңіректе, өнер төңірегінде қазақ тілі жақсы дамыған. Бірақ нақты ғылымды алсаңыз, математика, физика, медицина, ғарыш саласы, бұл салада қазақ тілі мүлдем сөйлеген емес. Құрылысты алыңыз, энергетиканың алыңыз, мүлдем сөйлемейді. Болашақ ұрпақтың ресейліктерден артықшылығы сонда болады. Ресей нарығына баратын болсақ, біздің кәсіпкерлер орысша еркін сөйлейді. Біз үшін орыс нарығы өте жеңіл. Бірақ орыс кәсіпкерлері Қазақстанға келетін болса, оларға қиын болады, себебі тілдік барьер болады. Біз осы қазақ тілін, оның ішінде латынды пайдаланып отырып, орыстың кәсіпкерлерін мұнда Қазақстан нарығына ықпалын азайтуымыз керек. Латын олардың ықпалын мүлдем жояды. Білімі, ғылым саласында, өнер саласында, бизнес саласында, кез келген салада олардың бәсекелестігін төмендетіп жібереді. Қазақ Ресейге барсаңыз да, қай жерде болсын да, орысша да біледі, ағылшынша да біледі, бәсекелестігі жоғары болады. Кезекті айқасты пікірлерге берсек. Ержан Алаш, байқадамызки сақау алфавит өзінің қауқарсыз һәм пайдасыз екенін көрсетті. Енді олардың ырду-дырду құлаш тілдеріне назар аудармай, өзге алфавитті құрастыруға күш салу керек. Жаңа алфавиттің базасы ретінде Берік Шералыұлы жасаған алфавитті қолға алуды ұсынамын. Оның да кемшіліктері бар, бірақ бастысы алған бағыты түзу. Тіліміздегі әріптердің жойылып, сақау болуына жол бермейді. Әйтпесе, байқадан бастаған шолақ белсенділер Байтұрсыновтың атын жамылып, әріптерді жойып әлек. Таң қалғаным, олар соны патенттеп, тіпті тендер жайында сөз қозғай бастады. Осыдан-ақ ниеттері түсінікті бола бастады. Давай, до свидания, сақау алфавит. Дастан Байкен, бұлар қиындатып тек өздерін данышпан қылып көрсеткілері келеді. Айка қазақ қызы, ноқаттылар мен ноқатсыздар. Латын әріптері халыққа дәл қазір керек па? Арман Байқадам ағамыз ұсынған ноқаты бар ағылшын латын нұсқасын үйретуші әріпшелер жобаны Фейсбукқа ұсынып, сын айтқан жұртты топас, жынды, қатын тағы басқа етіп шықты. Шындық жазғандардың жауабын өшіріп блоктан тынды. Тағы бірі кириллицамен білім бергендер қарқ қылмайды дейді. Сонда осы уақытқа дейін кириллицамен білім алғандар қарқ болмаған білімсіздер ме? Айтар жауабы тек техникада оңай деп. Сонда ертең білімсіз ноқаттыларды көбейтіп алмаймыз бағайын. Құрметті Қарабаев, маған байқадам нұсқасы ұнады. Агентте телефонда бұрыннан ағылшын алфавитін пайдаланып жүргенмін. Кішкене әріптерге өзгеріс енгізіп, осы нұсқада жазып жатырған жайымыз бар. Ыңғайлы екен. Қазақ жігіті, егер қазақтың қызына қарамасаң, оны өзге ұлттың қортығы іліп кетеді. Бұны отандық экспорт деп мақтанып жүргендер де бар. Оларға жетіспісіңдер дегім келеді. Сонымен неге қазақ қыздары өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шығып жатыр? Facebook осы сұрақтардың жауабын ұзақ іздеді. Біз де үңіліп көрсек. Ермұрат Назарұлы, мынаған қалай қарайсыздар? Қазақ қыздары басқа ұлттың жігіттеріне тиіп жатыр. Бір кездері оразалы ақын Қытайға тиген қызыңнан орысқа тиген күң артық деген екен. Бірақ байқасақ, Қытайға да Қырым мен мұхит асып Канаданың азаматтарына қазақ қыздары тұрмысқа шығып жатыр. Бұл бағымыз ба, сорымыз ба? Әлде соларда алатын қазақ жігіті жоқ па? Мақсат Ражұлы, сорымыз ғой сорымыз. Марат Бөтеев, 22 жылдық төларастық сайқал саясаттың нәтижелі буданы. Асқар Хамиденов, Ермұрат неғыласың бауырым оны. Бастысы қазақтан қатын ал, қарындас әпкелеріңді, өз қызыңды өзге ұлтқа тұрмысқа берме. Қарлығаш Нұрбаев, қазіргі таңда кейбір жігіттер өздеріне қандай жар керек екендігін білмей, қайсарлық жетіспей жүргенде өзге ұлттың адамдар қағып әкетеді. Әрине, бұл ұлттық мәселе. Украина билігі ақшаға сатылды. Бірақ халқы сатылмады. Майдан қазір нағыз майдан болып жатыр. Ал біздің де сарғыштардан үлгі алатын жеріміз бар. Украинаның тағдыры Еуропамен тығыз байланысты. Оған кедендік одақсынды ескінің сарқыншағына қайта айналудың еш қажеті жоқ. Халқы оны түсініп отыр. Тек
Бийлігі неге айнып қалды? Facebook Янукевичтен бастап Тимошенкоға дейін ұрынып шыққан. Нәтижесі? Гүлнұр, екі әріптің ғана орын ауысқаны болмаса, көздеген мақсат не екені баршаға мәлім ғой. Ержан Ораз, жастарыңды орақтай шауып, басыңнан әңгіртаяқ кетірмеймін деген сөз ғой мынау. Мыңжасар Әсемов, Ресей өз дегенін істеп жатыр ғой, экономикаларыңды орақпен шабам деудің кебі. Айдос Жұғанұлы, айтқанымен 90% келісуге болады. Украина халқы сауаттанып барады. Ең бастысы, іштерінде орыс көрсе қорқу, үрейлерін жеңе бастады. Елдің бәрі біз емес. Дәнеш Байболат, сантехник Бова, сотқа достарын байқамай өлтіріп алған былай түсіндір. Қуаныш үстінде мен оларды достық құшағыма тұншықтырып алғанды байқамай қалыппын. Әбді Халел Нығымет, орыстың оттай ыстық құшағы тұншықтырмаса да күйдіріп өлтірері хақ. Мәскеуде белгісіз біреулер екі қазақ азаматын өлтіріп кетті. Қазақ болған үшін ғана. Скинхедтердің ұлтшылдығы бізді де ойландыруы тиіс. Жалпы осы мәселеге келгенде үндемей отыру дұрыс емес сияқты. Қазақ интернеті жаппай үн қатып жатыр. Данияр Алан, отандасымыздың денесі Сосенки саябағынан табылған. Таңертеңгілік жаттығуға шыққан осындағы көп қабатты үйдің тұрғыны байқапты. Тәңірдің қалауымен Тәңір берген Бердоңғарып мәжіліс депутатының креслосына қайта қонжиды. Бұл әлеуметтік желіде қызу пікір талас тудырды. Нұрсила Сәбетқазы, Жомарт Айтқазұлы, Тәңір берген Бердоңғарып қай еңбек үшін парламентке қайтып келді. Мүмкін Бауыржан Бәйбек бақытсыздықваны да жұмсақта жылы орын тағына қайта келіп жайғастырар. Тәңір берген бақытсыздық бізге қажет емес. Өркен Кенжебек, Тәңір берген Бердоңғарып қайтадан мәжіліс депутаттығына қонжиды. Неге осы Тенгриян орысүлді актер тұлғадан артық адам табылмады мекен түй? Бейбіт Сарыбай, Өркен сені сабырлыма деп жүрсем, жүйкеңе абай болсаңшы, не болмай жатыр? Өзін Тәңір берсе, және жай ғана бере салмай, оңғарып берсе, билікке не дей аласың? Талғат Алқоджаев, көкесі барда несіне таңғаласыңдар? Айшуақ Дәрменұлы, ашуланған адамдар түкіру үшін ыңғайлы бет керек болған шығар. Бүгінгі тордан шығатын қорытынды әр қазақ менің жалғызым деген Сабыр Адайдың қанатты сөзі. Бір-бірімізді сыйлап өтейік. Отандық интернетке сенсек, сыртта жау бар. Амандықта жолыққанша.